Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 16-шы сабағын бастаймыз. 8 саны және цифрымен танысамыз. Балалар, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Бірінші есеп. Сурет бойынша неше, реті бойынша нешінші сөздерімен сұрақтар құрастыр. Балалар, бізде үстелде неше кесе бар? Балалар, үстелде бізде 7 кесе бар. Келесі сұрақ. Үстелде неше тәрелке бар? Үстелде 8 тәрелке бар, балалар. Келесі сұрақ. Үстелде неше қасық бар? Үстелде 6 қасық бар. Балалар, енді нешінші сөзімен сұрақ құрастырайық. Мына картиналардағы жемістерді айтып шығайық. Алма, алмұрт, банан, қарбыз, қызанақ, қияр, сәбіз және қызылша. Енді балалар, осыған нешінші сұрағын қосып, сұрақтар құрастырайық. Суретте қарбыз нешінші тұр? Балалар, санайықшы. 1, 2, 3, 4. Демек, 4-ші тұр. Суретте алма нешінші тұр? 1-ші тұр. Суретте қызанақ нешінші тұр? 5-ші тұр. Осылай барлық жемістерге сұрақ қоя берсеңіздер болады. Енді балалар, үстелдегі әртүрлі заттарды сана деп тұр. Оларды салыстыр. Балалар, бізде тәрелкеміз 8, қасығымыз 6 болды, я? Демек 8 6-дан үлкен. Стақан мен қасықты салыстырсақ болады. Қасық 6, стақан 7. Демек, стақанымыз көп, я балалар? Немесе тәрелкеміз 8, стақанымыз 7. Бізде тәрелке көп болып тұр, я? Балалар, осылай салыстыруға болады. Келесі есепке көшейік. Екінші есеп. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда. Есепте балалар, бірінші суретке мән берейік. Бізде 3 көк кесе және 5 жасыл кесе тұр. Осылардың сандарын қосып немесе азайтып берілген есептерді таңдаймыз. Бізде 3 қосу 5 деген сан келеді, я балалар, деген есеп келеді. Келесі 8, барлығы 8 қой өйткені. Азайту 3 көкті алып тастаған есеп келеді, я? Балалар, келесі немесе керісінше 8, азайту 5 деген есеп келеді. Немесе 3 қосу 5 тең 8, балалар. Осы есеп 4 есеп, осы бірінші суретке сәйкес келеді. Енді екінші суретке сәйкес келетін есепті табайық, балалар. Бізде 2 көк тәрелке және 6 қызыл тәрелке тұр. Демек, біздің есептер 2, 6, 8 деген сандардан тұру керек. 2 қосу 6 тең 8 сәйкес келеді. 8 азайту 2 тең 6 сәйкес келеді. 8 азайту 6 тең 2 сәйкес келеді. 6 қосу 2 тең 8 сәйкес келеді, балалар. Келесі үшінші біздің суретімізде, балалар, 4 қасық және 4 шанышқы тұр. Демек, бізде 4 және 8 деген сандар болу керек. Әрине, ол 4 қосу 4 тең 8 болады, балалар. Және 8 азайту 4 тең 4 деген есеп суретке сәйкес келеді, балалар. Түсінікті болса, үшінші есепке көшейік. Үшінші есеп. Салыстыр. Балалар, қасықтардың санын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я 6 деп жазамыз. Одан кейін енді стакандардың саны 3. Демек, 6 3-тен үлкен деген таңбамыз дұрыс болады. Келесі, балалар, тәрелкемізді санайық. Тәрелке бізде 3, кесе бізде 4. Демек, 3 4-тен кіші деген таңбаны қойып қоямыз. Енді тең нәрсені табу керек біз, балалар. Бізде 3 стакан тұр, балалар, және 3 тәрелке тұр. Демек, 3 тең 3 болады. Сабағымыз түсінікті болса, 4-ші есепке көшейік. 4-ші есеп. Тізбек бойынша есепте. Балалар, 3 қосу 1 4 болады, я? 4 азайту 1 3 болады. 3 қосу 2 5 болады. 5 қосу 1 6 болады. Тамаша. Келесі есеп. 4 азайту 1 3 болады. 3 азайту 1 2 болады. 2 қосу 2 4 болады. 4 қосылған 1 5 болады. 5 азайту 2 3 болады. Балалар, бүгінгі есебіміз осымен аяқталды.
сабағымызға лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.